Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 58-ші сабақ сөз және оның мағынасы тақырыбын жалғастырамыз. Бізге берілген бірінші жаттығуды орындайық. Өлеңді рөлге бөліп оқы. Қазым, қазым, қаңқылда. Қазым, қазым, қаңқылда, көлде жүзіп салқында. Жем шашайын жейсің бе, кәмпит берші дейсің бе? Жоқ, жоқ, кәмпит болмайдас, арпа менен бидай шаш, деп қаздарым қаңқылдап, көлде жүзді саңқылдап. Өлеңнің авторы Сапарғали Бегалин. Балалар, енді осы өлеңге байланысты бізге берілген сұрақтарға жауап берейік. Өлең не туралы? Өлең қаңқылдап көлде жүзген қаздар туралы. Үй құстары немен қоректенеді? Үй құстары балалар бидай, арпа сияқты дәнді дақылдармен, нан қиқымдарымен қоректенеді. Ал олардың пайдасы қандай? Құстардың пайдасы өте көп. Олар табиғаттың байлығы саналатын ағаштарды, өсімдіктерді зиянкес жәндіктерден тазартады. Келесі екінші жаттығу сөйлемдерді көшіріп жаз. Бірінші сөйлем қаз суда жүзеді, екінші сөйлем мен жүзге дейін санаймын, үшінші сөйлем жүздің жарқын болсын. Бұл жердегі балалар жүз сөзінің мағыналарын түсіндір. Бірінші жүз адамның бет әлпеті, адамның бетін, келбетін біз жүзі деп айтамыз. Ал екінші жүз деген мағынада іс-қимылды білдіріп тұр. Мысалы, суға жүз, қаз жүзді деген сияқты. Олай болса, үшінші жаттығуға назар аударыңыздар. Жаңылтпашты тыңда. Таптырмай қырдан құр, қайттық біз құрдан құр. Балалар, жаңылтпашты бірнеше рет қайталап жаттап алыңыздар. Олай болса, бүгінгі сабағымызды осымен аяқтаймыз. Сабаққа берілген 3 жаттығуды сіздермен орындадық. Егер де сабақ түсінікті болса, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий бөліміне жазып өтіңіздер, міндетті түрде жауап қайтаратын боламын. Ал егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар, Зерек бала 2 каналына тіркеліп, колокольчик басып қоюды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар балалар.